Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шалфей өсімдігінің тұнбасының емдік қасиеті жайлы айтамын. Бұл шалфей лекарственный, қазақшасы дәрілік сәлбен деп аталады. Бұл шалфей өсімдігінің тұнбасы қазіргі кезде бала көтере алмай жүрген қыз келіншектерге, жас аналарға құрсағына бала бітіреді. Емізулі аналардың сүтін молайтады. Шалфей өсімдігінің тұнбасы ауыз қуысы уылғанда, сонымен қатар қызыл иектер қабынғанда микробты жоятын және тыныштандыратын қасиетке ие. Бұл осы жоғары тыныс алу жолдарын ауырған кезде қақырықты түсіретін қасиетке ие. Бұл өсімдіктің тұнбасын ескертетін жағдай 3 айдан артық қолдануға болмайды. Себебі асқазан сілекейлі қабығын тітіркендіретін қасиеті бар. Сол себепті осы шалфей өсімдігінің жапырағын, тұнбасын жасайтын боламыз. Шалфей өсімдігінің жапырағында эфир майларының проценті 2,5%-ға ие. Сонымен қатар илік заттар, дәрумендер бар. Осы шалфей өсімдігі ерінгүлділер тұқымдасына жатады. Осы өсімдіктің жапырағынан қазір тұнба дайындайтын боламыз. Бұл тұнбамызды дайындау үшін дәріханадан осындай шалфей сәлбен деген тұнбаны сатып алып, осы өсімдіктің тұнбасын бір ас қасық тұнбаны алып, қайнаған суды үстіне құямыз. Осы тұнбаны бұқтырған соң, осы тұнбамызды сүзіп аламыз. Сүзіп алған тұнбаны күніне 3-4 қасықтан қабылдайтын боламыз. Бұл тұнба сіздердің кәделеріңізге жарап жатса, менің каналыма подписка жасап, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.